Бәріңізге сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге хачапури по-аджарски рецептімен бөліскім келеді. Маған өзіме өте қатты ұнады. Бірінші суымызды құйып аламыз, одан кейін жылы сүтімізді құямыз, 2 қасық қант және де тұзымызды саламыз, араластырамыз. Ал енді 2 қасық ұн және де араластырамыз. Сосын дрожжымызды салып, бетіне жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Міне 10 минут өтті. Енді ұнымызды салып, қамырымызды елейтін боламыз. Қамырымызды елеп, кішкене пісте май қойып, екі жағынан елеп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал біздің қамырымыз көтерілгенге дейін сырымызды осылай теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Міне қамырымыз дайын. Оны 2 бөлікке бөлеміз. Негізі 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Кішкене 4 бөлікке. Мен 2 бөлікке бөлдім. Міне қамырымды жайып аламын. Және де сырма сүт және де тұз қосамын. Ал енді осылай орап бір-бірін жабыстырып шығамыз. 180 градуста пісіреміз 15-20 минут. Міне дайын. Осылай жан-жағын түйіп, ортасына сырымызды салып, және де бетін жұмыртқамен жағып пісіреміз. Міне дайын. Енді жұмыртқа жарамыз бетіне, және де оны тағы да 5 минутқа пешке саламыз. Міне біздің хачапури по-аджарскиіміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.